Ассалаумағалейкум. Бүгін сникерс капкектерін дайындаймыз. Жұмсақ сары майға қантымызды қосып миксерлейміз. Жұмыртқа саламыз, тағы да миксерлейміз. Құрғақ ингредиенттерді араластырып алып, масамызға салып, оның үстіне сүт құйып, тағы да екінші бөлігін құрғақ ингредиенттің салып, одан кейін тағы да сүт құйып миксерлейміз. Капкектің формаларына мешочекпен немесе қасықпен орналастыруларыңызға болады. 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Карамельге қантымызды жай отта ертіп аламыз. Ол толық ерігеннен кейін оған ыстық сливкиді құйып араластырамыз. Одан кейін сары майды салып, тағы да 2 минут отта ұстаймыз. Креміне сахарная пудра, творожный сыр, клейгейді араластырып крем жасаймыз. Капкейктің орталығын осылай алып тастаймыз. Кез келген пышақпен немесе насаткамен карамельді салып, оның үстіне арахис салып, оның үстіне карамель саламыз. Жаңағы кремін әдемілеп орналастырамыз. Үстіне арахиспен немесе карамельмен әрлеуіңізге болады. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ас болсын.